Мынау кеше ғана естіп жатырмыз, біздің Жезқазғанда 4 бала Сирияға кетті соғысқа. Былтыр 40 бала кеткен Сирияға деп. Өкінішке орай. Кейбір жастарымыз осы жастық күштерін осындай жаққа жіберіп жатыр қазір. Осындай тыныштық, амандық заманында осындай тыныштық жерді тастап, адамдар өлімге кетіп жатыр. Алла сырасын. Ғалымдар осыны қатты ескертіп жатыр. Себебі ол джихадтың да оның басқан өзінің шарттары бар. Екіншіден, осы әлемде исламның атынан сөйлейтін ғалымдар бар. Алла Subhanahu Құран кәрімде «Фасалу ахли зикр ин кунтум ла та'ламун» дейді. Сендер әрбір саланың маманымен кеңесіңдер дейді. Әрбір саланың. Тісіңіз ауырса, мешітке келмей қойыңыздар. Стоматологқа барыңыздар. Бір жеріңіз қақсаса, ревматологқа барыңыздар. Рухани азғындыққа ұшыраған кезде ғана мешітке келіңіздер. Жаңада бір рухани азғындық деген нәрсе, біреулер парақорлықпен ауырып жатыр. Біреу нашақорлықпен ауырып жатыр. Біреу арақ құмар, біреу зинақор. Осының бәрі жанның аурулар негізінде. Ауру адамдар. Оларға мешіт имамдары, ұстаздар көмектесе алады. Рухани жолмен сөйлесіп, сол жерді емдеу керек. Сол жерден ауырып жатыр да ол. Қайта емделсе, қайтадан ол келіп кетеді. Демек, сол секілді қазіргі таңда ғалымдарымыз ескертіп жатыр. Мынау осы исламның атынан сөйлейтін ғалымдардың біреуі пәтуа шыққан жоқ. Сирияда соғыс болып жатыр, джихад болып жатыр. Барыңдар деп біреу айтқан жоқ. Екіншіден, арабтар 22 мемлекетке бөлінеді. Сол 22 араб мемлекеттің ішінде әлі біреуі барған жоқ бұл жерге, арабтар. Ол жақында ғана осы магистрға байланысты оқуға барып қайттым. Осы 2 жет болды келгенімен. Арабтарды көріп отырмын, 94 миллион Египет мемлекеті, мысырлықтар. Егер олар сол джихадтың, олар да жақсы біледі, не нәрсе екендігін, барып шахид болып, Алла Subhanahu Тағаланың шексіз нығметіне есеп хисапсыз жәннатқа кіріп кеткенді баршамыз қалаймыз, бірақ олар біліп отыр. Ол жерде джихад емес, ол жерде саяси соғыс болып жатыр. Саяси. Егер олар шынымен баратын болса, границадан өтіп ақ олар кетіп қалатын еді, арабтар. Ешқайсысы барып атқан жоқ. Және мен сол жерде көрдім, 10 мың сириялық босқындар жүр. 10 мың. Сирия мемлекетіндегі сол жердің негізгі тұрғылықты халықтары отандарын тастап кетіп қалды жан-жаққа. Ол жерде тек қана сырттан келген адамдар ғана, боевиктер дейміз ғой. Сондай экстремистік боевиктер ғана жүр ол жерде. Асадпен соғысып жатыр деп қойып, демократтармен соғысып жатыр дейді. Кіммен соғысқанын өздері де білмейді. Екіншіден, ол жердің әр жердің өзінің басшысы бар. Сол секілді мешіттінде өзінің имамы бар ғой, дұрыс па? Өзінің ішкі тәртібі бар. Осы тәртіпке бойынсыну, мына есіктен кіріп келген адамдарға ол уәжіп болады. Сол имам не деп айтса, соны орындасаңыз сізге хайырлы сол. Бірақ ол дұрыс па, бұрыс па, ақыретте имам өзі жауап береді. Сол секілді мемлекеттің де өзінің басшылары бар. Мемлекеттің, оның өздерінің ішкі тәртіптері бар. Ол тәртіпті мемлекет оны не істеу керек? Жүргізу керек билігін. Енді келіп алып, сол жердегі кейбір осындай ағымдағы жастар көтеріліс жасап, Башар Асадқа қарсы шықты. Осындай негіз бастамасы олай басталмаған ол жерде соғыс. Бастамасы кәдімгі халық кішкене көшеге шығып, жалақымызды көтеріп берсеңіз деп мен осындаймен шыққан еді. Бірақ оған басқа ағымдар қосылып кетті де, солар пайдаланып кетті. Құрметті жастар, құрметті бауырлар, демек біздер жастық шағымызды ондай өлімге алып баратын нәрсеге тастамайық. Алла Құран кәрімде «Ла тухли анфусакум» дейді. Сендер өздеріңді өлімге алып баратын жолды таңдамаңдар дейді. Өлімге. Ол жерде джихад болмай жатқан ғалымдар баршалары бір ауыздан айтып отыр. Ол жерде саяси соғыс болып жатыр. Ол жерге барып оқ атсаң, сенің оғың бар мұсылманға тиеді дейді. Алла Тағала Құран кәрімде айтады, бір мұсылман адамды ешқандай себептен себепсіз, ақиқат жоқ, не басқа жоқ, өлтіретін болсаңдар, бүткіл адамзатты өлтірді деп есептеңдер дейді. Қандай күнә аласыңдар дейді. Енді қазіргі таңда осы әлемде 7 миллиард адам болса, Адам алейхиссаламнан бастап есептей беріңіз, қанша миллиард адам келіп кетті әлемге? Қаншасы келеді? Соның бәрін өлтірдің деп есепте дейді Алла Тағала Құран кәрімде. Бір адамды мұсылманды деп жатыр. Нақақтан нақақ, оның қанын ағызып өлтіретін болсаң дейді, бүткіл адамзатты деп келеді аятта, бүткіл адамзатты Адам алейхиссаламнан бастап есептей бер, қанша миллиард адам, мына жақта қанша миллиард адам. Соның бәрін өлтірдің сен. Күнәсі қандай оның, Алла сырасын.
сондай аласың дейді. Және аяттың жалғасында егер бір адамды тірілтсең дейді, яғни тірілту деген сіз себепті бір адам тірі қалып кетсе, сіз көмегіңізді көрсеттіңіз, себебін жасадыңыз. Сондай жасасаңдар, онда бүткіл адамзатты тірілтті деген сауап аласыңдар дейді Құран кәрімде. Бірақ өкінішке орай ол жерде саяси ойынға түсіп қалып, қаншама мұсылмандардың қаны төгіліп жатыр. Алла асырасын. Сол үшін құрметті мұсылман бауырлар, құрметті жастар, біз мынау жастық шақтың қадірін білейік, қартайған шақтық келгенге дейін. Және пайғамбар айтып жатыр, негізінде Алла субхана тағаланың дұрыс жолымен жүрсек, сен иншалла қартайған шаққа жетесің дейді. Пайғамбар айтып жатыр оны дейді. Яғни өз жерде не бар дейді, сілтеме бар. Жастық шақтың қадірін бер, қартайған шақтық келгенге шейін деп айтты. Демек сен дұрыс жолмен жүретін болсаң, иншалла сен өмірің ұзарады негізінде. Өмірің ұзарады. Яғни ұзару деген тағдыр мәселесіндегі ұзару емес ол. Сіздің сол 70 жас, 80 жас сол болатын болса, сол орында. Ол қимылдамайды. Алла субхана тағала сіздің өміріңізді берекелі қылады дейді. Берекелі. А егер сол жастық шақты қадірін білмейтін болсаң, онда сен өзің сол жолда таңдадың да, сен өзің өліп кеттің дейді. Және сен себебін өзің жасадың. Ана Құран кәрімде ля тухлибу анфусакум. Сендер өлімге алып баратын жолға таңдамаңдар деді ғой. Сіз өзіңіз таңдадыңыз. Сол ғалымдарымыз қатты ескертеді. Демек, әрбір саланың өзінің мамандары бар екен. Мамандар. Сіздердің жихадтарыңыз осы болды. Міне пес намаздан кейін қалып, сіздер осы жерде отырып жихад қылып отырсыздар. Пайғамбар айтады, үйден шығып, мешітке бар, қайтып келгенге дейін фисабиллахсыңдар дейді. Әрбір қадамдарыңа сауаптан жазып, әрбір қадамға күнәларың кешіріледі дейді. Жихад деген, жух деген етістіктер шығады. Жух деген күш-жігерді жұмсау. Күш-жігерді қайта жұмсайсыз. Қолға қару алып ату біреу ол күш-жігер емес ол. Екіншіден ғалымдар айтады, ол модадан қалып кетті қазір дейді. Ол баяғыда болған сондай. Қылышпен соғысу, кейін автоматпен соғысу, қазір ондай емес. Қазір ол модадан қалып кетті дейді. Анеге бар ол біреуді ол өлтіре алмайды. Ол шынымен сол жерде дұшпан болғанның өзінде оның бір оқ оларға тимейді дейді. Олар компьютермен бәрін істеп қойған. Космоспен ұра береді сен отырып алып. Объект алады да тарс еткізеді. Жоқсың сен. Демек ғалымдарымыз айтады, әрбір нәрсенің өзінің мамандары бар. Маманмен кеңесіңіздер дейді. Жастық шақты кет қалмасын дейді былайынан.